Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Күнделікті кезекте мынадай өзгеріс болып жатыр қазір. Журналдарға кіресіздер. Журналдарға кіргеннен кейін мысалға 11-ші А сыныбы. Өз сабағымды көрсете берейін. География. Мына жерде біз мысалға жауап, одан кейін формативті баға деп қойып жүр. Мынаны өзгертесіздер жауапты. Ол үшін өткен күнге ауыстыра бересіздер, ода тұрған ешқандай өзгеріс болмайды. Мынау пайызға да ешқандай әсер етпейді. Мысалға күннің үстін басасыздар. Күннің үстін басқан деген мына жерде сабақта жауап беру формативті баға тұр. Біз мына жұмысты қосуды басып, формативті бағаны қосып жеттік қой. Енді былай істейсіздер. Бірінші жұмысты қосуды тағы да басасыздар. Мынау өткен күні 17-ші қаңтар күнгі. Үстін басасыздар. Және мынау жоғарғы жағында қашықтық сабақ деген тұр. Жасауды басасыздар. Жасауды басқан деген мына жерде үшеу болады сіздерде. Үшеудің сабақта жауап беруді өшіресіздер. Жоюды басасыздар. Сол кезде қашықтық сабақ және оның формативті баға шығады. Мысалы, оны суммативті бағалардан мына жерде қарасаңыздар жауап тұр және формативті баға тұр. Жаңартамын. Қашықтық сабақ, формативті баға. Бүгін мысалы 20-ші қаңтар күні тағы сабақ болды. Күннің үстін басам. Басқаннан кейін сабақ өткізуді, жұмысты қосуды басам. Жұмысты қосуды басатын кезде қашықтық сабақ таңдаймын, жасауды басам. Мынандай болды, тағы да жұмысты қосуды басам. Тағы да үстін басып, төменгі жағында, яғни формативті бағаны басам. Жасауды басам. Мына үшеу болды. Енді сабақта жауап беру дегенді өшіріп тастаймын. Жою. Суммативті бағалардың кестесіне өтсеңіздер, ол жерде өзгеріс болады. Қашықтық сабақ, формативті баға. Осылай барлық пәндер өзгертіп шығасыздар. Өткен күннің барлығын.